Ербол Шырақбайұлы және жиналған қауым, келе жатқан ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Ең алдымен осы Ербол Шырақбайұлының қабылдауына оқушыларымызбен келгенімізге өте қуаныштымыз. Үлкен рахмет, және осыны ұйымдастырған Исламбек Тастан сізге үлкен рахмет. Осы өткен облыстық ой шебері зияткерлік ойына кішкене тоқталғым келіп тұр. Себебі ерекше бір жағдай болды. Бізде 450 қатысушының ішінде бір қатысушы топ болып келгенбіз. Сол ойын бітті, өте тартысты өтті. Одан кейін қорытындысын бізге 2 сағат күту керек болғандығы туралы айтылған. 2 сағат күттік. Одан кейін шыққаннан кейін мен негізі өзімнің көп әрекеттеріме қанағаттана қоймайтын, көп талап қоятын адаммын. Сол 6 кезеңнің 4-еуінің барлығы әр кезең 7 сұрақтан тұратын болса, сол 4 кезеңнің 5-6 сұрағына сенімді болдық. 2 кезеңіміз кішкене ақсап қалды. Мен соған топшылап, өзіме анализ жасап, біз мұна 450 команданың ішінен ештеңке ала алмаймыз деп шорт кесіп, оқушыларымды алып кетіп қалғанбыз күтпей. Соңғы ақырғы сәтінде күтпей кетіп қалдық. Жолда келе жатқан кезде көлікте бізге хабарласты. Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылынан барған әріптесіміз. Ол кезде біз Ақшолаққа жеткен болатынбыз. Енді өткен іске өкініш жоқ деді. Оның нәтижесінде біз міне сіздің қабылдауыңызға келіп тұрмыз. Одан кейін үздік деген 450 команданың ішіне 8-дікке іліндік. Және де Исламбек Тастан, бұған дейін мен сізді айбетпеңіз, танымайды екем. Және сол жарыстың басында сіз мынадай сөз айтқан болатынсыз. Осы ой шебері зияткерлік ойынның әділ және таза, адал өтуіне мен Исламбек Тастан өзім кепілдік беремін деген сөзі қатты менің жадымда сақталып қалды. Демек, адам солай кепілдік беру үшін өз-өзіне лайықты жауап бере алатын тұлға екендігін содан бастап таныдым. Одан кейін сіз туралы блог жүргізетін блогер екендігіңізді естідім. Және осы өткен аптада бізде Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылында ауданаралық ой шебері зияткерлік ойыны өтті. Ол кезде де 6-шы мектеп гимназия, сендер бекер кетіп қалдыңдар деп сондай бір Исламбек Тастан тарапынан сөз айтылды. Енді есесіне біз ештеңеден ұтылған жоқпыз. Міне Әулиеата кітап оқитын өңір жобасы аясында осыншама бірінші облыстық кезеңіне 450 қатысушыны жинап, осынша кітап оқитын орта қалыптастыру бір үлкен жетістік деп білемін. Одан кейін осы сөзімді қорытындай келе, өткенде теледидардан жаңалық айтылды. Сол кезде тағы бір қынжылтатын жағдай, кітап оқымайтын мемлекеттердің тізімінің ішінде 98 мемлекет аталған екен, Қазақстан соның ішінде 92-ші орында тұр екен. Бұл өте қатты маған ауыр тиді. Және теледидардан, тағы да оқушылардан, немесе жол жөнекей кетіп бара жатқан осы жас өрендерден сұхбат алу барысында Абайдың әжесі кім деген сұраққа дұрыс жауап бере алмайтын жас өрендерді көріп мен қатты қынжылдым. Енді осы үрдіс Ербол Шырақбайұлы, сізге менің де өтінішім, жыл сайын ары қарай өзінің жалғасын тауып, кітап оқитын ортамыз одан әрі кеңейіп, өрістеп, өрісін жайса екен деген ұсынысым бар. Баршаңызға үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет.